Жаңа айтып жатырмыз ғой енді. Осындай жап-жас болып 30 жылдық деп ойламайсың. Как будто жаңа бір 5 жыл кездесу сияқты. Мына неге қоспадың? Бақыт қараңдаршы маған. Мынау Томпыш көрінбейсін. Бірінші сөзді бастау қой дейді, оның кейін тастау қой дейді. Бәріміз бағана бір шешімге келіп, бірінші осы әупісімді сөзді ер азаматтан бастағанды. Томпыштан бастаймыз дедік. Жанболатқа сөз береміз. Дәрі шыдамайсың ғой. Шыдамайды, Аллай, дәреш, как всегда шыдамайды ғой. Ардақты алтын бала кезден құлынтайдай бірге тебістік ойнап күліп өскен достарым, құрдастарым, сендер мына бүгінгі бас қосып жатқан 30 жылдық тойымыздың ашық деп жариялаймыз деп ме? Дұрыс, қошеметтейміз. Енді бір адамдай бәріміз ат салысып осы жерде бәріміз бір үйдің баласындай көңілді, шын, қалай айтсам болады, искренне, Пейілмен, шын ниетпен. шын пейілмен Енді айтпай десең сөйлеп. бір адамдай ат салысып, Сөйлемейсің, ойнап сөйлеп күліп, тұрып Сын енді рейшт. соның арасындағы енді Нұрбаға бала күнде көп оқымасақ та қазір жас өскеннен кейін осындай деп жатады ғой енді әрқайсымыз өзіміздің өнерлерімізді көрсетіп бір нелерді представленияларын жасап бересіңдер. Кім би билейді деген сияқты, кім фокус көрсетеді деген. Алдарыңнан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер ең бірінші өзің сондай жақсы бол, мейіріммен шуақ шашып маңайға, көмегіңді тигізе біл талайға. Мың арманнан аттап өту керексің бір арманға жету үшін қалайда. Алдарыңнан шықса да қандай сын, қыран болсаң, сыннан биік самғайсың. Кешіре сал біреу сені ренжітсе, кешіргеннен жиып қалмайсың. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліндегі уын шашат сонда да. Мына сені өсектейді отырып қолдарынан келмейтін жан ғана. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегін жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең бар ғой, ең бір сөз өзің жақсы көрсін. Всегда осындай на позитиве